Дулат Бабатайұлы. Өмірі мен шығармашылығы және О ақтаныш жас өлеңінің негізгі идеясы. Дулат Бабатайұлы 1802 жылы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Сандықтас өңірінде дүниеге келген. Жасында ауыл молдасынан оқып, арабша хат таныды. Ол өз заманының көрнекті ақыны. Дулаттың өлеңдері ауызша таралумен қатар 1880 жылы Қазан қаласында «Өсиетнама» деген атпен кітап болып басылып шықты. Мұнда ақынның замана туралы толғаулары енгізіліп, ақынның шығармалары ел аузынан жазылып алып бізге жеткізген халық ақыны Шәкірәбел. Дулат Бабатайұлы патшалық Ресейдің Қазақ өлкесін күшпен отарлау кезеңін, одан туған зобаланды өз көзімен көріп, соған барынша наразылық білдірген ақындардың бірі. Оның өлеңдерінің басты сарыны да осы отаршылдық әрекеттерге рухани қарсылық көрсету. Ақын тегінді менің сұрасаң, о сарыарқа, асқары таудың сәні жоқ жырларымен жеке кісілерге айтқан Сүлейменге, Бараққа, тағы басқаларға қазақ жерлерін отарлауын ашына жазды. Дулаттың арнау өлеңдер ішінде «О ақтан жас» деген өлеңнің сипаты өзгешелеу. Жетім бала ақтанның өмірі, ақынның аяушылық сезімін қоздырып жүрегін тебірентеді. Баланың болашағы көбірек толғандырады. Ол осы ақтан баланың бойынан ел тілегін арқалаған халық басына өз еркі өзінде өткен дәуренін қайта оралтар ерді, батырды көргісі келеді. Ақын ақтан бала ер жетіп, бадана көз тор сауыт киіп, қашан ғана жауын қуар екен деп армандайды. Дулаттың ойынша жігіттің даңқын шығарып, оны дегеніне жеткізетін бірақ жол бар. Ол ел мақсаты үшін жан аямай күресу жолы. Ақынның ақтанның ел үміт күткен сондай жас буыннан үміттенеді. Дулат Бабатайұлының бұл өлеңі 7-8 буынды жыр үлгісінде жазылған, тілі көркем де шырайлы, әсіресе халқымыздың бұл күнде көнерген этнографиялық атаулары молынан кездеседі.